балаларым пирожки пісіріп бер деген кезінде 15-ақ минуттың ішінде дәл осы тағамды жасап беруге жалықпаймын. Өте оңай. Ең бастысы үйлеріңізде піскен картоп болса, немесе піскен картопты дайындап алсаңыздар, өте ерекше тағамдардың бірін жасауға болады. Ассалаумағалейкум. Бүгін мен сізге өте дәмді тіске басар рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Өте күшті тағамдардың бірі үйіңізде осындай картоп болса болғаны. Енді осы картошкалы массамызға сүтімізді құямыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Мен барлығын көз мөлшерімен саламын. Енді қазір қоюлығын көретін боласыздар, қаншалықты. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы енді біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Үйлеріңізде блендер осындайлар болса да араластырып жіберсеңіздер болады. Қазір біркелкі масса болғанша содан соң барып блендерлеп алатын боламын. Осылай блендермен өткізіп алдым. Енді осы массаны екіге бөліп аламын. Біреуіне укроп қосам, біреуіне укроп қоспаймын. Себебі балаларым укропты онша қаламайды. Сондықтан тек өзіме ғана укроп қосамын. Әркім қалауы, енді укроп салса да болады, салмаса да болады. Мен өзім укропты жақсы көретін. Не знаю. Енді қуыратын сковородкамызға май құйып аламыз. Жей берсеңіздер болады. Бисмилля. Осылай экранда көрсетілгендей екі жағын қызартып қуырып ала береміз. Ең бастысы майларыңыз өте қатты қызып кетпесін, орташа отта пісіріп ала берсеңіздер болады. Себебі қатты қызып кетсе екі жағы қызарып, ортасы піспей қалуы мүмкін. Енді укроп салынғанды ал дайын болды тағамымыз. Бестік шайға жасап жесеңіздер, немесе түстік асықты дайындап жесеңіздер болады. Өте күшті, енді арасы осындай болады. Тойымды тағамдардың бірі.